Баршаңызға сәлем. Өте дәмді, жұп-жұмсақ жаңға қосылған булочка дайындаймыз. Алдымен ыдысқа сүт, тұз, қант, ванилин, жұмыртқа, ерітілген сары май және ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жылы жерге қойып, көтерілгенше қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Жаңғақ, қант және сары майды араластырамыз. Қамырымыз көтерілді. Енді оны жайып, үстіне салмасын саламыз. Екі жағынан бүктеп, сәл ғана қайтадан жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей бөліп, булочкаға форма жасаймыз. Шамамен 20 минут демалдырамыз. Осы уақытта пешті 200 градусқа дейін қыздырамыз. Қамыр тағы да көтерілген соң, үстіне жұмыртқа мен сүтті араластырып жағып, пешке саламыз. 18-20 минут алтын түс енгенше пісіреміз. Міне өте дәмді булочкамыз дайын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын!